Сәлеметсіздер ме? 4 сынып білім алушыларына арналған математика пәнінен бейне сабағымды ұсынамын. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, дети. Good morning, children. How are you? Көңіл-күйлерің қалай? Бүгінгі сабаққа дайынсыңдар ма? Оқулықтарын, дәптерлерін, қаламдарыңды дайындаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын мына берілген өлең жұмбақтарын менен кейін қайталаймыз. Саған есеп үйреткен, пәнге қара құрметпен. Сандарды тура табатын, қиын әрі қызықты математика болатын. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы менің отаным Қазақстан. Миллион көлеміндегі санау, көп таңбалы санның моделі. Сабағымыздың мақсаты санаудың ірі бірлігі миллионды құрастыру, 100 миллион көлеміндегі санау, жазу, салыстыру. Ал енді балалар, бізде математикалық диктант. Дәптерлерімізді ашамыз, қаламдарымызды дайындаймыз. Мен сіздерге мәліметтерді оқимын, ал сіздер сол берілген мәліметтердің ішінен сандарды тауып жазасыздар. Мұқият боламыз. Қазақстанның ауданы 2.724.902 километр. Құрлықтық шекаралардың жалпы ұзындығы 13.392 километр. Қазақстан халқы 18.074.100 адамды құрайды. Қазақстанда ұзындығы 1000 километрден асатын 7 ірі өзен орналасқан. Каспий теңізінің Қазақстанға тиесілі жаға ұзындығы 2340 километр. Шығыс Қазақстан облысының халық саны 1.386.208 адам. Қазақстанның жер қойнауында минералды шикізаттың 1225 түрі бар. Үлгірдік пе, балалар? Жарайсыңдар, балалар. Енді берілген мәліметтер мен дәптердегі жазылған сандарымыздың сәйкестігін тексеретін боламыз. Мұқият қараймыз. Мен сіздерге бақылау критерийін ұсындым. Осы бағалау критерийі бойынша дұрыс жауапқа қосу, ал қате жауапқа алу таңбасын қою арқылы өзімізді бағалаймыз. Өте жақсы. Ал енді, балалар, мен сіздерге 1000, 10.000, 100.000 сандарын ұсынып отырмын. Осы сандарды 100 мыңдықтармен тура және кері санаймыз. Өте жақсы, жарайсың. 10.000, 1000, 10.000, 100.000. 1000, 10 мыңдық, 100 мыңдық. Енді, балалар, келесі берілген сандарды өзгертіп санап көріңдерші. Мысалы, 231 мың, 232 мың, 240 мың, 250 мың, 330 мың, 340 мың деген сияқты. Келесі 445 мың санын өзің өзгертіп санап көр. Жарайсыңдар, өте жақсы. Мыңдықтармен, жүздіктермен, 10 мыңдықтармен, 100 мыңдықтармен санағанда сан қалай өзгерді? Санның қандай разряды өзгерді? Excellent. Енді мына сөзге назар аударайық. Миллион бұл 1000 мыңдық. Миллион бізде 6 нольмен жазылады. Ол 2 мыңдықтың көбейтіндісі. Ал, балалар, сендер білесіңдер ме? Миллион терминін 13-ші ғасырда венециялық саудагер Марко Поло енгізген. Менен кейін қайталаймыз. Миллион 3 тілде де миллион болып аударылады. Миллион орыс тілінде де, ағылшын тілінде де миллион.
Балалар, кестеге назар аударайықшы. Мен сендерге разрядтар мен класстар кестесін ұсынып отырмын. Осы берілген сандарды кестеге орналастырып көріңдерші. Жарайсыңдар, өте жақсы. Кестедегі ең үлкен сан қайсысы? Иә, 999.999. Ал осы санды бірге арттырғанда қандай сан шығады? Жарайсыңдар, 1 миллион шығады. Бұл санның басқа сандардан ерекшелігі қандай? Қалай ойлайсыздар? Excellent. Бұл санда 7 таңба бар. Ал қанша 0 бар? Өте жақсы, 6 0 бар. Сонымен бұл сан қалай аталады? Өте жақсы, миллион. Мыңдық бұл миллион балалар. Миллиондар класы 3 класстан, келесі разрядтардан тұрады. Миллионның бірліктері миллиондар, миллионның ондықтары 10 миллиондықтар, миллионның жүздіктері 100 миллиондықтар. Санды цифрмен жазудың алгоритмі осы сандағы миллиондар класының барлық бірлігі жазылады. Мұнда мыңдар класының барлық бірлігі жазылады. Және де бірліктер класының барлық бірлігі жазылады. Мысалы, балалар, берілген санды оқып көрейікші. 249 миллион 157.368. Бұнда бізде бірліктер класында 368, ондықтар класында 157 және миллиондықтар класында 249 саны бар. Балалар, кестеге назар аударып, 3-ші сыныпта өткендерімізді еске түсірейікші. Кестеде берілген сандардың ең кішісі қандай сан? Ал ең үлкені ше? Жарайсыңдар, миллион. Миллион санының жазылуында неше 0 бар? Excellent. 6 0 бар. Ал 10 миллионда ше? Өте жақсы, 7 0 бар. 100 миллионда ше? Very good. 8 0 бар. Балалар, осы кестенің көмегімен бірліктен бастап барлық 100 миллиондыққа дейін санап көріңдерші. Жарайсыңдар, ал енді бірге санайық. Бірлік, ондық, жүздік, мыңдық, 10 мыңдық, 100 мыңдық, миллиондық, 10 миллиондық, 100 миллиондық. Өте жақсы, балалар. Біз балалар санағанда біз қандай разрядтан бастадық? Айтыңдаршы. Иә, бірліктерден бастадық, ал қай разрядпен аяқтадық? 100 миллиондықпен. Өте жақсы, балалар. Осы қарқынмен келесі тапсырмаға көшейік, балалар. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Бізге берілгені сөз есеп. Мен оқимын, сіздер мұқият тыңдаңыздар, балалар. Күн сары жұлдыз. Оның температурасы 6000 Кельвин. Қызыл жұлдыздардың температурасы одан 2 есе кем. Ал ең ыстық көгілдір жұлдыздардың температурасы 7 есе артық. Я, балалар, есепте не туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар. Жұлдыздар туралы айтылған. Қандай жұлдыздар туралы айтылған? Өте жақсы. Күн және қызыл, көгілдір жұлдыздар туралы айтылған. Есепте не белгілі бізде? Very good. Күннің бізде температурасы белгілі. Ал не белгісіз? Қызыл жұлдыздың температурасы мен көгілдір жұлдыздың температурасы белгісіз. Біз оны қалай табамыз? Иә, дұрыс айтасыңдар. Біз күннің температурасын
2 есе кеміту арқылы қызыл жұлдыздың температурасын, ал күннің температурасын 7 есе арттыру арқылы көгілдір жұлдыздың температурасын табамыз. Бұл есеп неше амалмен шығарылатын есеп? Жарайсыңдар, 2 өрнек арқылы шығарылатын есеп. Сіздерге уақыт беріледі. Терлерімізді ашамыз, қаламдарымызды аламыз. Есепті берілгенімен шешімі жауабы бойынша шығарып көреміз. Жарайсыңдар. Енді назар аударамыз. Бізде қызыл жұлдыздардың температурасы 3000 кельвинге, ал көгілдір жұлдыздардың температурасы 42000 кельвинге тең. Тексереміз, балалар. Жарайсыңдар. Енді бағалау критерийі бойынша өзімізді бағалаймыз. 2 өрнекте дұрыс па бізде? Шешуін қараймыз, берілгенін қараймыз, жауабын қараймыз, балалар дұрыс па екенін. Критерий бойынша бағалаймыз. Өте жақсы. Ал енді орнымыздан тұрып, бойымызды бір сергітіп алайықшы, балалар. Қане? Начнем мы с перекатов на носок. Итак, внимание. Приготовились. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8. Руки. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8. Марш. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7. Бокс. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8. Прыжки. Ноги накрест. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8. Ищем черепашка. Раз, два, три. Хлопок. Раз, два, три. Хлопок. Раз, два, три. Хлопок. Раз, два, три. Хлопок. Раз, два. К локтю. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7. Глубокий вдох. Хорошо. Потянулись. Выдохнули. И пошли. Бір сергіп алсақ, енді балалар, дәптерімізді ашамыз, қолымызға қаламызды аламыз. Назар аударамыз. Бізде салыстыру берілген. Айтыңдаршы, балалар, жазылуында кейбір цифры белгісіз сандарды салыстыруға болады ма? Иә, болады. Неге болады? Жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар. Біз оның класстарына, разрядтарына назар аударуымыз керек. Өте жақсы, балалар. Олай болса, берілген салыстыруларды дәптерімізге көшіріп, жазып салыстырамыз. Жұлдызшаның орнына берілген артық, кем немесе тең салыстыру белгісін қоямыз. Асықпаймыз, әдемілеп, дәптеріміз қиқашынан. Жарайсыңдар. Ойланып, мұқият қараймыз, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Өте жақсы. Олай болса, балалар,
Өзімізді тексеріп көрейік. Санда неше таңба бар екен? Иә, әр жерде әрқалай. Өзіміздің дәптеріміздегі берілген салыстырумен тексереміз. Жарайсыңдар. Дұрыс жауапқа қосу, қате жауапқа алу таңбасын қоямыз, балалар. Мұқият қараймыз. Жарайсыңдар. Енді, балалар, берілген бағалау критерийі бойынша өзімізді бағалаймыз дәптерге. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Бағалап болдық па? Олай болса, балалар, сонымен біз бүгінгі сабақта қандай математикалық термин сөздермен таныстық? Жарайсыңдар. Миллион. Миллион қай ғасырда шыққан? Иә, ол терминді кім енгізген бізге? Жарайсыңдар, балалар. Бізге Марко Поло 13 ғасырда енгізген. Өте жақсы. Сабақ барысында өзінің іс-әрекетіңді қалай бағалайсың? Бағалау критерийі бойынша өзіңді қандай деңгейде көрсеттің? Қандай тапсырма орындау ұнады? Ал қиындық тудырған сәттер болды ма? Жарайсыңдар, балалар. Өте жақсы. Олай болса, балалар, берілген тірек сөздерді қолдана отыра, өзінің көңіл-күйіңді сипаттап берші. Жарайсыңдар. Мен де қуаныштымын. Бүгінгі сабағымызға рахмет. Сау болыңыздар.